Барлықтарыңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін айрансыз, сүтсіз және жұмыртқасыз жасалынатын шоколадты пирогтың рецептімен бөлісемін. Өте оңай, үйдегі бар заттармен жасалынады және жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай күшті болып шығады. Шай ішкенге жасай салсаңыздар тіпті керемет. Бір ыдысқа жылы суымызды құйып, үстінен сұйық май құямыз. Сосын қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сосын ұнымызды саламыз. Және 2 ас қасық какао мен разрыхителді саламыз да, жақсылап венчикпен араластырамыз. Осында біркелкі масса шыққанда, формамызды дайындап алып, 24 диаметрлік формаға құйып, пісіріп аламыз. Өте дәмді, күшті болып шығады, жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді.